Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабағымыз дәрігер деп аталады. Бүгін біз заттың сынын білдіретін сөздер табуды жалғастыратын боламыз. Алдымен жұмбақ шешіп көрейік. Қолында қайшы тарағы тәртіпке шашты салады. Ол кім? Дұрыс айтасың. Кірпіштен сарай үй салады. Ол адам кім болады? Тәп-тәтті тамағы астың ол маманы. Ол кім? Өте жақсы балалар. Шаштараз құрылысшы және аспазшы екен біліп отырмыз. Бүгін біз мамандық туралы өлең оқимыз. Алдымен оқитын өлеңіміздің авторымен танысып алайық. Бұл Өтебай Тұрманжанов. Ол кісі Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы Бөген ауылында дүниеге келген екен. Өтебай Тұрманжанов ағаларының таң өлеңдері 1925 жылы Мәскеуде басылып шыққан екен. Балалар сендерге арнап жазған өлеңдерін тауып оқысаңдар болады. Бүгін мен дәрігер боламын деген өлеңмен танысамыз. Ақ халатты киемін, аппақ болып жүремін, аппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін. Дәрігермін мен деймін, кәрі әжемді емдеймін, көп ішіп дәріні, кәрілікті жеңдеймін. Дәрігер деп біз кімді айтамыз балалар? Дәрігер не істейді? Ал өлеңнің алғашқы шумағын оқып көріңдер, сосын оны сол алғашқы шумағында қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер бар. Соларды тауып көрейік. Ақ халатты киемін, қандай халат? Дұрыс айтасың. Аппақ болып жүремін. Қандай болып жүремін дейді. Аппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін дейді. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көрдің бе? Өте жақсы. Ендеше сергіту сәтін жасап алып, өлеңді тағы да бір дауыстап оқып көр. Сосын дәптердегі көркем жазуларды жазамыз. Дәрі, дәріхана деген сөздерді жазамыз. Сосын екінші жаттығуды жазамыз. Жаңағы мен дәрігер боламын деген өлеңнің бірінші шумағын көшіреміз. Сосын қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздерді жаңа таптық қой. Сол сөздердің астын сызамыз. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздер. Енді біз мен дәрігер боламын деген өлеңнің мазмұнына сай келетін мақал тауып көрейік. Өнерлі бала сүйкімді. Жаңағы өлеңнің мазмұнына келе ме? Ағаш көркі жапырақ. Біз жаңа мен дәрігер боламын деген өлеңді оқығанда ағаш туралы айттық па? Әрине жоқ. Ендеше ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген мақал біздің оқыған өлеңіміздің мазмұнына сай келіп тұр. Ендеше осы мақалды көшіреміз. Сосын үшінші жаттығуға назар аударамыз. Суретте дәрігер отыр. Дәрігердің құралдарын тауып көрші. Дәрігерге мына суреттегі қай құралдар қажет? Өте жақсы. Енді балалар, мына бір қандай мамандықтарды айтып отырғанымды сен тауып көр. Сосын комментарийге жазып қалдырсаң болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең жасыл, ең тәтті, ең күлкілі, ең салмақты, ең қарым-қатынасы күшті кім? Ең ақшасы көп кім? Қандай мамандар туралы айтып отырмыз? Міндетті түрде комментарийде жауабыңды күтетін болам. Бүгін сен дәрігер туралы өлең оқыдың және заттың сынын білдіретін сөздерді таптың, оларға сұрақ қойдың. Ал саған сабақты берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.